Күрішке ештеңке салмайсыз. Не тұз, не бал, не қант. Просто пісіресіз, жақсылап ана езілу керек. Соны пісіріп қойсаңыз, сол бір пісірген күрішіңіз сізге 4-5 күнге жетеді. Мен өзім үйде пісіргенде бір жетіге бірақ пісіріп қоямын кішкентай кастрюляға. Оны бәрі езіп іше береді. Содан 2 дәу қасық аласыз, кесеге саласыз. Соған қайнақ су таңертеңде құясыз. Просто чайға қайнатқан суыңызды. Соны езіп ішіп аласыз. Ол холодильниктен шыққаннан кейін суп-суық күш қой ол. Ана қайнақ су түсіп, пока сіз араластырғансыз, ол жылы болып қалады. Соны көтеріп ішіп аласыз. Болды, сол жұмысыңыз. И старайтесь 2-3 сағат ештеңе ішпеуге. Сол күріш сіздің организміңіздағы керек емес тұздарыңызды, көбісінің желкесінде тұз көп қой. Ана буындарда аяқтарыңыз бекер ауырып жүрген жоқ. Сол тұз жиналғаннан ауырады. Соның бәрі шығып бастайды. Жеп жеңіл болып қаласыздар. Өздеріңіз көресің, көбісінің бастары ауырады ғой, сол желкесі тартып бас ауырады. Сол сразу өз-өзінен кетіп қалады, когда тұз кетіп бастағанда. Потом у многих грудной клеткада, алдында грудная клетка бар ғой, жүрек пен ненің арасында. Тура сол жерде көп тұз жиналады бізде. Оны как-то медицина вообще-то почему-то на него внимание не обращает. А оның ішінде хрящ қой, хрящтың үстінде көп тұз жиналады. Вот сол тұз постоянно давит на сердце ғой. Көбісі ойлайды, жүрегім ауырады деп. Когда оларды тексергенде, я всегда вижу эту соль. И соған айтамын ғой, мынандай зат ішесіз десем, менің бетіме қарап айтады, менің жүрегім ауырып тұрса, сіз не мынаны беріп тұрсыз дейді. Сіз алдында бір жеті ішіп болғаннан кейін маған келесіз, мен одан еске жүрекке дәрі беремін деп шығарып жіберемін ол адамды. Ал одан кейін келмейді, потому что ол жүрек өз-өзіне тоқтап қалады ғой, это грудная клетка давит, тұз давит, содан кейін жүрек, а болмаса жүрегі сап-сау. А олар по больнице бегает, жүрегін лечить етеді. Вот солдай тұздарды бәрін шығарады. Вот именно этот рис. Сол рис именно соны істейді. Ол қолдарыңызда бар зат қой, копейка тұратын зат. Сонымен өздеріңіз реттеңіздер. Потом ана тұздар жиналады ғой, көбісінің ана аяғында большой палец не шығып кетеді, ана как деформация. Ана бір жаққа неғып, бір косточкасы шығып кетеді. Вот соны да сол жоқ қылады. Көп адамдарда құру соны ішкенде, мен оған не жағатын ештеңке берген жоқпын, не оны лечить ететін ештеңке берген жоқпын. Просто организмға соны бердім. Күрішті жеңдерші деп. А ол өз-өзінен аналар реттеліп кетті. Это о чем говорит? О том, что соның ішіндегі жиналған тұздың бәрін сыпырып алып шықты организм. И всего лишь күріш оны сыпырып алып шығып кетті, болды. Ол сіздерді соны істеп, өздеріңізді реттей беріңіз.